Сәлеметсіздер ме? Айгерім ханымның каналына қош келдіңіздер. Апталық раскладымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, еңбегімді бағалап кетулеріңізді сұраймын. Бірінші, тоқты белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына апталық болжам. Қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын қанекей көрейік. Тоқты белгісіндегі жандарда бірінші восьмерка жезл, қандай да бір күтпеген жерден жаңалық естисіз, күтпеген жерден бір жақсы жағынан бір нәрсе орын алатын болады. Бұл өзі позитивный карталардың бірі восьмерка жезл. Келесі король мечи, қандай да бір ісіңізге, қандай да бір жұмысыңызға бір ер азаматтың көмегі болады. Ол басшылық болуы мүмкін жұмысыңыздағы, немесе әкеңіз, бауырларыңыз болуы мүмкін. Яғни сізге көмек қол ұшын созатын болады. Келесі бізде рыцарь пентаклей, қаржы жағынан өте жақсы апта. Қаржылай бір істе, бір жұмыста ұтатын боласыздар. Және де бір қандай да бір қолға алған ісіңіз, қолға алған жұмысыңыз жақын арада жаңағы өте тез орын алатын болады. Яғни сіз күткен нәтиже осы аптаның аяғына дейін жаңағы өз нәтижесін көрсететін болады. Ол қандай да бір іске, жұмысқа, отношенияға байланысты, мысалы бір жұмысқа, бір іске документ өткізген болсаңыз, қаржылай бір кредитке одобрение берсеңіз, жауап күткен болсаңыз, ол ұзақ созып алмай өз жаңағы результатын беретін болады. Және де бұл именно восьмерка жезл жақсы жағына түскеннен кейін, позитивный карта болғаннан кейін жақсы жағынан өзгерістер орын алатын болады. Бір аптаның көлемінде ақшаға байланысты бір мәселелерді шешетін боласыздар. Енді бұл рыцарь пентакль болғандықтан қаржыға байланысты мәселелерді жаңағы кішкене неопытный болуыңыз мүмкін. Сондықтан бауырларыңызбен, әкеңізбен, жаңағы жақын адамдарыңызбен ақылдасу арқылы шешкеніңіз жөн. Бизнес бастайын деп отырсаңыз, жаңағы алға қойған мақсатыңызға уже бір қадам шаг жасалынды деп ойлағаныңыз жөн. Ақшамен байланысты бір істерді шешесіз, ақшаға байланысты бір енді бағытталған, қаржыға бағытталған бір бағалы сыйлық, ақшалай сыйлық алуыңыз мүмкін. Яғни бір адамның тарапынан сізге көмек болады, ақыл кеңесін беріп, дұрыс жолға салып деген сияқты. Не болмаса, сол ер азамат сізге қаржылай көмек беретін болады, сыйлық беретін болады. Сондықтан енді ақшаға байланысты мәселелерді ақылдасып шешуге тырысқандарыңыз жөн. Өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға бір қадам жасайтын боласыздар. Сондықтан бұл аптаны жаңағы біраз мәселелеріңіз шешіледі. Қорқу, іштей уайымдау бар, себебі король мечи, бірақ та бұл алға қойған мақсатыңыз, алға қойған ісіңіз жүретін болады. Және де бұл жақын арада бір аптаның көлемінде шешіледі. Ұзаққа создырмай өз жауабыңызды алатын боласыздар. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі болжам бізде торпақ белгісіндегі жандарға. Торпақтар 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына апталық болжамдарыңызды бастаймыз.
Болжамымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Энергия алмасу болуы қажет міндетті түрде. Ұрпақтарды бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұр екен, қазір көрейік. Байқасаңыздар, мен расклад жасап отырмын. Восьмерка жезл алдыңғы аптада да жиі түскен, осы аптада да жиі түсіп жатыр. Яғни ақпан айы сіздер үшін, алдын ала айтып кетейін, бір неожиданный, күтпеген өзгерістер орын алады, және де бір алға қойған мақсаттарыңыз, бір жұмыстарыңыз жақын арада шешіледі деген сөз. Семерка чаш. Семерка чаш бұл сіз күткен нәтиже, жаңағы сіз ойлаған нәтиже бұл бір керемет болмауы мүмкін. Сондықтан бұл көз бояушылық, жаңағы адамдардың берген уәдесіне, сөзіне сеніп қалмауға кеңес береді карта. Бұл бір фантазия, адамның арманы, воображение. Енді алға қойған мақсатыңыз болса, нақты, жаңағы біресе ана мақсатыңызға, біресе жаңағы екінші мақсатыңыз, бірінші мақсатыңыз деп жаңағы бөліп, жарып, бір аптаның көлемінде сол істің біреуінің басын бастап, біреуінің аяғын аяқтап жүгірмей, нақты бір мақсат қойып, соны аяғына дейін жеткізсеңіз ғана нақты қол жеткізе аласыз. Яғни алға қойған мақсатыңызға орындалу үшін нақты жаңағы қадамдар жасалынуы қажет. Ал енді бұл карта кеңес береді сіздерге көбінде артық әңгіме, өсекке, жаңағы сеніп, адамдармен конфликтке келмеуге, және де адамдарға алданып қалмауға. Себебі берген уәде сол қалпында қалады. Бұл жаңағы сіз үшін басқа адам терлемейді, яғни сіз үшін басқа адам жасамайды. Сондықтан барлық алға қойған мақсатыңызды, жұмысыңызды өзіңіз атқарғаныңыз жөн. Келесі, колесница, старший аркан. Қандай да бір тоқтап тұрған ісіңізде қозғалыс болады. Жаңағы алдыға қарай қадамдар жасайсыз, тоқтап тұрған бизнесіңіз, тоқтап тұрған жұмысыңыз, немесе отношенияда бір қарым-қатынастарыңызда екінші жартыңызбен дұрыс болмай жүрсе, барлығы жақсарып, татуласып, барлығы реттелетін болады. Және де колесницаның бұл екінші жағы жол жүру, көшіп қонумен байланысты бір өзгерістер орын алады. Егіздер белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына. Егіздерді бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұрған, қанекей көрейік. Семерка жезл. Бір аптаның көлемінде жұмыс, жауапкершілік өте көп болады сіздерде. Семерка жезл. Физически шаршауларыңыз мүмкін. Жауапкершілік, жұмыс, басқа да істермен біраз шаршайтын боласыздар. Морально емес, физически шаршау көрініп тұр бұл жерде. Сондықтан жалқаулыққа бой алдырмай, жұмыстарыңызды аптаның аяғына дейін аяқтауға, жасап тастауға тырысқандарыңыз жөн. Себебі алдағы уақытта бұл жұмыс әлі де бірінің үстіне бірі үйіліп, жұмыс көп болып үлгере де алмай қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше жауапкершілікті, күнделікті жұмысты, күнделікті жауапкершілікті жаңағы өз уақытымен жасап отырғандарыңыз жөн. Келесі, маг, старший аркан. Бір аптаның көлемінде жаңа бір бастама бастайсыздар.
бұл ақшамен байланысты, бұл жеке өмір болуы мүмкін, бұл жұмыс болуы мүмкін. Бұл мак болғандықтан нақты бір бағытта деген жаңағы әңгіме жоқ. Бұл жерде кез келген салада болуы мүмкін. Жаңа бір отношение, жаңа бір қарым-қатынас басталуы мүмкін. Не болмаса, бұл жерде ақшаға байланысты жаңа ұсыныстар, жаңа бастамалар бастауыңыз мүмкін. Жұмысқа байланысты жаңа өзгерістер. Бұл жаңа өзгеріс, жаңа бастама. Бірінші карта начинание, яғни. Келесі королева жезл. Қандай да бір іске, бір жұмысқа ойланып шешім қабылдау қажет болады. Және де бұл жерде королева жезл басқа адамдардың көмегіне жүгінбегеніңіз жөн. Себебі сіздің ойыңыздағыдай ол іс, ол жұмыс атқарылмауы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше барлық істі, барлық жұмысты өзіңіз атқарып, өзіңіз соңына дейін жеткізгеніңіз жөн. Және де бізде королева жезл бір қандай да іске бір активный іс, жаңағы активный боласыз. Яғни бір ісіңізді, бір жұмысыңызды соңына дейін аяқтап, бір қуанып жүресіз бір аптаның көлемінде. Және де бір атқарған ісіңізді, жұмысыңызды екінші адам, бұл басшылық болуы мүмкін, ол екінші жартыңыз болуы мүмкін, яғни бағалайды. Жаңағы өзіңіздің бұл адамдарға нақты керек екендіктеріңізді түсінетін боласыздар. Бағалап, мақтап, жаңағы жасаған еңбегіңіздің нәтижесін бағалап көретін болады. Және де мак бұл жаңа өзгерістер, жаңа начинаниядан бөлек жаңағы қаржы жағынан да өте керемет карталардың бірі. Қаржыға байланысты бір жаңа өзгерістер енетін болады өміріңізге, және де бұл өзіңізді бір гүлдендіреді, қуантады. Қуанып жүріп жасайтын бір іс болады да, бұл жаңағы қиналып, через не хочу дейді ғой, орысша айтқанда. Через не хочу емес, наоборот, бір қуанып, жеңіл, с удовольствием күліп жүріп, қуанып жүріп жасайсыз, бірақ жауапкершілік, жұмыс өте көп болады. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Энергия алмасу болу керек. Алдағы уақыттарда жаңағы расклад жасағанда сіздерге расклад нақты дұрыс шығуы үшін. Келесі бізде Шаян белгісіндегі жандарға апталық болжам. 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына шаяндарды қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын көрейік. Болжамымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Көрейік. Қарасаңыздар, бұл жерде 3 картада да адам отырған карта, яғни адамның бейнесі. Бұл жерде сіздерге асығыс шешім қабылдамау керектігін, каждый шешімді асықпай, сабырлы болып қабылдағандарыңыз жөн. Бір жұмыс болсын, іс болсын, әлі де сіз оған дайын емессіз. Кішкене сабырлылық танытып, әлі де бұнымен жұмыс жасау керектігін айтады. Бұл апта сабырлықты, сіздің төзімділігіңізді сынайтын уақыт екен. Сондықтан сабырлы болғаныңыз жөн. Бұл апта кішкене жабылып, ештеңке айтқыңыз келмей, ашылғыңыз келмей, бір жалғыз қалғыңыз келіп, сондай бір чувство болуы мүмкін. Бірақ та кішкене қыдырып, сырт жаққа шығып, жолдастарыңызбен қонаққа барып, қыдырып, киноға барып, кішкене демалғандарыңыз жөн. Және де бір ісіңізге, бір жұмысыңызға довольны болып, бір ісіңіздің аяқталғанына арқаңызды кеңге салып, демалуыңыз да мүмкін.
Император старший аркан түсіп тұр. Бұл старший аркан қандай да бір шешім қабылдардың алдында бір адамның көңіліне қарап шешім қабылдамауға кеңес береді. Мына адамды ренжітіп алам, мені жеп көріп кетеді бұлай шешім қабылдасам деп соның көңіліне қарап дұрыс емес шешім қабылдап қоймаңыздар дейді. Яғни жесткий болса да шынайы шешім қабылдаңыз. Ол адам сізді сол моментте жеп көріп, ренжуі мүмкін, бірақ алдағы уақытта бұл шешіміңізді құптап, сізді сыйлайтын болады бұл шешіміңіз үшін. Және де жауапкершілікті өздеріңізге бұл апта өте қатты алатын уақыттарыңыз. Келесі 4 пентакль, бұл өзі пентакль ақшаның картасы болған соң ақшаға байланысты мәселелерді шешеді. Бұл апта сізде ақша болады, бірақ та жұмысыңызға болсын, бизнесіңізға болсын, оқуыңызға болсын, әлі де инвестиция салу керектігін айтады. Мысалы, бизнеске осы бизнеске ақша салдым, жетер, ендігісін қалтама салып отыра тұрайын деген болмайды. Әлі де инвестиция салу керек. Мысалы, сіз мұғалім болсаңыз, алдағы уақытта осы аптада бір курстар оқуға бір жерге жіберіп жатса, ақшам жетпейді менің деп отыруға болмайды. Яғни өзіңізді дамытатын, инвестиция өзіңізге салатын уақыт келді. Сондықтан ары қарай дамып, ары қарай қозғалғыңыз келсе, ары қарай карьерный рост, жұмыстан өскіңіз келсе, онда жаңағы оқуға, жұмысқа, іске инвестиция салатын уақыт. Жаңағы қызғанып ақшаңызды или болмаса үнемдеймін деп қалтаға басып ап отыруға болмайды. Бұл картаның беретін сіздерге бір апталық кеңесі. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арыстан белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына. Арыстандарда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік. Және болжамымды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап кетулеріңізді сұраймын. Бізде бірінші паж жезлов. Бұл жол жүрумен, көшіп қонумен байланысты бір өзгерістер болуы мүмкін бір аптаның көлемінде. Және де нақты бір шешім қабылданады. Жұмыс ауыстыруы мүмкін кейбір арыстандарым. Шешім қабылдап, командировкалық жұмысқа баруы мүмкін. Қонаққа, бір алыс жолға шығуларыңыз мүмкін. Және де бұл жаңағы жұмыс бабымен баратын кейбір арыстандарым үшін бұл бастаған істеріңіз, жұмыстарыңыз алдағы уақытта жемісін береді. Сондықтан сабырлықпен күтуді талап етеді. Келесі бізде 4 пентакль. Қандай да бұл іске, жұмысқа, білімге, жаңағы өз инвестицияларыңызды салу керексіздер. Әлі де қаржы салуды талап етеді. Жаңағы осы салған қаражатым жеткілікті, енді жетеді деген сияқты қалған ақшаңызды қалтаңызға басып отыруға болмайды. Бұл 4 пентакль болған соң, әлі де ақшамен байланысты бір істер жасау керектігін айтады. Яғни ары қарай дамығыңыз келсе, өзіңізге инвестиция жасаңыз. Бизнесіңізге болсын, біліміңізді ары қарай жалғастыру үшін әлі де оқу керек, инвестиция салу керектігін айтады. Және де бұл аптада ешкімге ештеңе бергіңіз келмей, кішкене жабылып, бір адамдармен араласқыңыз келмей, бір өзіңізбен өзіңіз қалғыңыз келіп, бір сондай бір сезім болуы мүмкін. Және де бұл апта кішкене қыдыру керек, қонаққа бару керек, дем алу керек. Ашылып, сенімді, жақын адамдарыңыз болса, ішкі сырларыңызды айтып, өз-өзіңізді сергіткеніңіз жөн. Себебі бұлай жабылып, ақшаны көп ойлайсыз. Ақшада проблема болуы мүмкін аптада, бір аптаның көлемінде. Сондықтан
бір ары қарай қозғалмай тұрған істі қатты ойлап, ақшамен байланысты болған соң, ақшаны көп ойлап, депрессияға түсіп, кішкене өздеріңіз қиналып қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта жүру үшін әлі де инвестиция салып, қаржымен байланысты істеріңізді солай шеше алатын боласыздар. Келесі бізде семерка жезл. Семерка жезл бұл өзі бір қандай да бір борьба, адамдармен бір жарысқа дайындалып жатсаңыз, бір күрес өтіп тұр, бір жұмысыңыз үшін, бір еңбегіңіз үшін, бұны сіз жасағаныңыз, сіздің еңбегіңізді дәлелдеу үшін бороться етуіңіз керек. Сонда ғана сіз нәтижеге жетесіз. Көп ешкімге сенбегеніңіз үшін барлық іске, барлық жұмысқа өзіңіз жалғыз жетесіз. Сондықтан барлық жауапкершілікті бір өздеріңіз алғандарыңыз үшін. Қандай да бір жарысқа, іске бара жатсаңыздар, үлкен дайындықпен бару керектігін ескертеді. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Келесі бізде бикеш белгісіндегі жандарға апталық болжам. 20 ақпан мен 26 ақпан аралығында бикештерде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болады екен. Болжамымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, еңбегімді бағалап отырыңыздар. Энергия алмасу міндетті түрде болу қажет. Бикештерімде қандай өзгерістер болады екен, қанекей көрейік. Бір көптен күткен бастаған істеріңіз аяқталады. Бір істі бастап, аяқтап, екінші бір ісіңізді бастауыңыз мүмкін, яғни жұмысыңыз алға басатын болады. Арқаңызды кеңге салу, қуану, даже бір ісіңіздің, жұмысыңыздың аяқталғанын қуанып, жақындарыңызбен қуанышыңызды бөлісуіңіз де мүмкін. Яғни дастархан жасап, тойлатып, жақындарыңызбен өз қуанышыңызды бөлісетін сәт, туған сәтті. Және де колесница, старший аркан бұл. Үлкен аркандарда нақты нүктесін қойып, нақты жауап беретін карталардың бірі. Бастаған ісіңіз, жұмысыңыз алдыға жүретін болады. Бір тоқтап тұрған ісіңіз болсын, бір аяқталмай тұрған жұмыс болсын, аяғына өз мәресіне жететін болады. Және де жол жүру, көшіп қонумен байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Жұмысыңыз, ісіңіз ге байланысты жол жүруіңіз мүмкін. Немесе жаңа үйге көшулеріңіз мүмкін. Үйге байланысты бір мәселелерді шешу мүмкін. Көлік сатуларыңыз мүмкін. Кейбір бикештерім өздеріңізге көлік сатып алып, немесе көліктеріңізді сатасыздар. Туз мечей бір аптаның көлемінде қандай да бір тараптан ұсыныс түседі. Жаңағы бұл мечи, бірақ бұл істі кішкене қорқақтауыңыз мүмкін. Бұл себебі сіздің ішкі қорқынышыңыз, жаңағы бұл іс, бұл ұсыныс дұрыс па, дұрыс емес пе, менің қолымнан келе ма деген сияқты. Және де бір шешім қабылдауыңыз мүмкін. Қандай бір қиын болса да ситуациядан шығып, жаңа жол табасыз. Бір жаңа өзгерістер, жаңа мүмкіндіктер болады, және де жаңа өмір. Кейбір бикештерім екінші жартысын кездестіріп, сол кісінің тарапынан ұсыныс түсіп, жаңа өмірлерін бастауы мүмкін, жаңа өмірлеріне өзгерістер енгізуі мүмкін кейбір бикештерім. Яғни бір аптаның көлемінде өте біраз нәрселер болатындығы анық. Сондықтан қандай да болмасын шешім қабылдарда асықпай ойланып қабылдаңыз. Ішкі қорқынышты жеңе білгеніңіз үшін, себебі бұл ұсыныс шынайы болып келеді. Қорқудың қолымнан келе ма, келмей ма деген сияқты қорқыныш болуы мүмкін, бірақ өз қорқынышыңызды жеңіп, қандай да бір мәселе болмасын, проблема дейміз ғой, өз жауабын, өз шешімін тауып, жолын тауып, бұл ситуациядан шығатындарыңыз айдан анық. Тоқтап
тұрған бір жұмыс, тоқтап тұрған іс, бір шешімін таба алмай тұрған істің жауабын тауып алдыға қарай қозғалыс бар сіздерде. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі аптада аман есен жүздескенше. Су құйғыш белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына. Болжамымды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Энергия алмасы болу керек. Алдағы уақыттарда болжамдар шыққан кезде, яғни болжам нақтырақ, дұрыс шығуы үшін. Бір аптаның көлемінде сіздерде десятка чаш түсіп тұр. Десятка чаш бұл өте позитивный, жақсы карталардың бірі. Бұл қандай да бір қуанышыңызбен, жақындарыңызбен бөлісу, жеке өмірлеріңізде болатын жақсы қуанышты, махаббатқа толы жақсы уақыт, яғни отбасылы су құйғыштар, яғни отбасымен, жақындарымен уақыт өткізеді. Ал енді екінші жартысын кездестірмеген су құйғыштар үшін екінші жартысын кездестіру, отбасын құру, және де бір қандай да қуаныш болады отбасыларыңызда, жақындарыңызбен қуаныштарыңызды бөлісу. Келесі сонсы старший аркан, қандай да бір қуанышты хабар, қандай да бір жаңалық, және де қаржылы карталардың бірі, ақша жағы, яғни бұл аптаның көлемінде жақсы болады. Және де нәзік жандылар үшін аяғының ауыр екенін есту, немесе сәбилі болу сияқты бір өзгерістер орын алатын болады. Кейбір отбасылы су құйғыштарым балаға байланысты бір мәселелерді, бір істерді шешетін боласыздар. Балаларыңыздың жеңісіне, балаларыңыздың бір қуанышына, қуанышын, жеңісін бөлісіп, соны жақындарыңызбен бөлісіп, тойлатып деген сияқты бір жақсы қуанышты хабар. Келесі девятка мечи, бір нәрсені уайымдау, тыныш ұйықтай алмау, енді мәселе обстоятельства дейінші, обстоятельства бұндай қорқынышты болмауы мүмкін, бірақ та бұл сіздің ішкі қорқынышыңыз, уайымыңыз. Қандай да бір мәселенің шешілмей қалады-ау, бұл менің қолымнан келмей қалады-ау деген сияқты іште қорқыныштарыңыз болуы мүмкін, бірақ сіз ойлағандай бұл қорқынышты нәрсе емес, үлкен нәтижеге қол жеткізесіздер. Қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Бір жұмыс бастап жатсаңыздар, бір жарысқа, конкурсқа қатысайын деп отырсаңыздар, жеңіс сіздермен бірге, жақсы хабармен ораласыздар. Қорқыныштарыңызды жеңгендеріңіз дұрыс. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтар, бір аптаның көлемінде жақсы қуанышты хабарлар еститін боласыздар. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше. Балықтар. Балықтар белгісіндегі жандарға бір апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына. Балықтарда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болады екен? Паш чаш, звезда старший аркан, және де двойка мечей түсіп тұр екен. Паш чаш бұл қандай да бір ұсыныс аласыздар, жаңа бастама, жаңа ұсыныс болуы мүмкін, жаңа бір өзгерістер болуы мүмкін. Кейбір нәзік жандылар үшін
сәби болуы мүмкін, бір емес екі жерде түсіп тұр, яғни босанумен байланысты немесе сәби көтерумен байланысты бір жаңалықтар болады. Және де бір нәрсені армандаған нәрселеріңіз орындалатын болады. Өзіңіздің бір кез келген арманы адамның болады ғой, іштей осы нәрсе болса екен деген сияқты. Сол армандарыңыз орындалатын болады. Және де біреумен ренжісіп ұрсысып жүрсеңіздер, татуласасыздар, қарым-қатынастарыңыз жақсарады. Жеке өмір немесе достарыңызбен, жақындарыңызбен, және де бірінші қадамды өздеріңіз жасайтын боласыздар. Қандай да болмасын, жұмыста болсын, қарым-қатынаста болсын, бірінші қадам өз тараптарыңыздан болады. Келесі звезда, старший аркан, өздеріңізді жұлдыз ретінде көрсететін сәт туды. Сондықтан қадам жасайтын жұмыста болсын, істе болсын, уже қадам жасап алдыға жүретін уақыт келді. Сіз жұмыста болсын, қадам жасауға, рисковать етуге сіздер дайынсыздар. Сондықтан алдыға қадам жасап, нақты шақтармен жүруге тырысқандарыңыз жөн. Келесі двойка мечи. Двойка мечи бұл кішкене негативный карталардың бірі, яғни негативный болғанда да өзіңіздің ішкі қорқынышыңыз, уайымыңыз. Әлі де іште қорқыныш бар, әлі де ойланудасыз, шешім қабылдауға дайын емес сияқты болып көрінуіңіз мүмкін. Жаңағы шешім қабылдаудың, алдыға қарай шаг жасаудың ауылы әлі алда деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ старший аркан түсіп тұр ғой, сондықтан нақты шешім қабылдап алдыға жүріңіз. Және де бір жұмыстан, бір істен ұсыныс күтсеңіз, немесе жауап күтсеңіз, қазір уақытта болмауы мүмкін деп ойлауыңыз мүмкін сіз, бірақ ол жақын арада болады, және де нақты қадамдармен нақты жауап келетін болады. Яғни осы аптаның көлемінде бір жұмыстарыңыз, істеріңіз шешіледі. Ал енді екінші жартылармен қарым-қатынасқа келетін болсақ, екінші жартыларыңызбен түсінбеушілік, ұрыс, керіс, реніш болып жатса, ол кісі бір шешім қабылдауға, бірінші қадам жасауға әлі дайын емес. Сіздің тараптан болуы қажет осы жолы. Сондықтан ұзақ күттірмей, жаңағы қырсығып, ерегесіп, өзі бірінші жасауы керек қадам деп ойламағаныңыз жөн. Себебі ол ары қарай ұзаққа созылып кетуі мүмкін, қарым-қатынастарыңыз түзелмей. Сондықтан бірінші қадамды өздеріңіз жасап, татуласып, жаңағы сөйлесуге тырысқаныңыз жөн. Осымен бір апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен жүздескенше сау болыңыздар. Мерген белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығы. Мергендерде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатындығын көрейік. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Энергия алмасу болу керек. Алдағы уақытта да тегін раскладтар шығады. Сол раскладтардың нақты шығуы үшін. Бізде бірінші карта восьмерка жезл. Восьмерка жезл өміріңізде күтпеген бір өзгеріс. Және де бұл өзгеріс тез болады. Аз уақыттың көлемінде тез орын алады, және де ол алдыға қарай тез дамитын болады. Мысалы, қандай да бір ісіңіз, қандай да бір жұмысыңыз, отношения жағынан да. Сіз асықпағаныңызбен де ол ісіңіз, ол жұмысыңыз тез шешіледі, ары қарай дамуы тез болады. Келесі восьмерка чаш. Восьмерка чаш бізде карта ухода дейді. Яғни расставание, адаммен айырылысу, көшіп қонумен де байланысты карта. Және де
мысалға сөйлесіп жүрген адамыңызбен отношения дұрыс болмай жүрсе, қарым-қатынас алдағы уақытта да ол ретке келмейді. Сондықтан алдағы уақытта бұл ұзаққа бармауы мүмкін да отношенияларыңыз, екі жаққа кетулеріңіз мүмкін. Ал семейныйлар үшін түсінбеушіліктер, конфликттер болуы мүмкін, егер де эмоцияға беріліп ренжісіп жатсаңыздар, но жақын арада қайта татуласып ретке келетін болады. Сондықтан қатты эмоцияға беріліп ұрыс керіс дау шығарудың қажеті жоқ. Және де бұрынғы қайта жасаған істерге қайта оралуға болмайды. Мысалы, бұрынғы жіберген қателігіңізді біліп тұрып, қайтадан мысалы, осы жолы дұрыс болып кетер, тағы бір рет жасап көрейінші деуге болмайды. Себебі сол бұрынғы қайталанған қателік қайта қайталануы мүмкін. Жаңағы бұрынғы жұмысыңызға, бұрынғы бір сөйлеспей кеткен адамыңызбен отношенияны қайта жалғастыруға болмайды. Алдыға қарай жүру керек сізге, артқа қайтудың қажеті жоқ сізге. Келесі нулевая карта, дурак, старший аркан, жаңа бастама, жаңа өзгеріс, жаңа қадам, жаңа өмір, бір жаңа бастамалар бастау, но қандай да болмасын бір шешім қабылдарда, бір жеңіл шешім қабылдап, бір баланың қылығын жасауға болмайды. Ойланбай шешім қабылдамаңыздар. Каждый қадамдарыңызды, каждый жасап отырған істеріңізді асықпай, ойланып, баппен шешім қабылдағандарыңыз жөн. Ішкі түйсіктеріңіз алдамайды, жүрекке сеніп, бір жеңіл оймен жүрекке сеніп, бір жеңіл шешім қабылдай салмаңыздар. Іштегі түйсік сіздерді ешқашанда алдамайды. Сондықтан ішкі түйсіктеріңізге жаңағы не дейді, соған аса мән бергендеріңіз жөн. Енді жаңа бастама, жаңа өзгеріс, жұмыс ауыстыруларыңыз да мүмкін. Кейбір мергендерім жұмыс іздеп жүрсе, жаңа жұмысқа да орналасуы мүмкін. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, бағалап отырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман-есен жүздескенше. Сары шаян белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына. Бір аптаның көлемінде сары шаяндарда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік. Болжамымызды бастамас бұрын айтарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Энергия алмасу болу керек, расклад дұрыс шығу үшін әрине. Келесі бізде сила, старший аркан түсіп тұр. Қандай да бір істеңізді, жұмысыңызды ұрыс керіс, ренішпен, эмоцияға беріліп шеше алмайтындықтарыңызды айтады. Ақылға салғандарыңыз жөн, асығыс шешім қабылдамаңыздар. Енді бір уайымдаған мәселелеріңіз шешіледі, но бір эмоцияға берілмеуге тырысқандарыңыз жөн. Уайымдайтындарыңыз анық, ойлайсыздар, уайымдайсыздар, но мүмкіндігінше сабыр сақтауға тырысыңыздар. Сіз қандай да болмасын мәселені ұрыс керіске салып, ашуға салып, ерегесіп шеше алмайсыздар. Жеке отношенияда болсын, жаңа жұмыста болсын, қандай да бір адаммен конфликтке келмеуге тырысқандарыңыз жөн. Сіз олай ол мәселені шеше алмайсыз. Ақылмен, жылы-жылы сөйлеп, солай ғана бұл мәселенің шешілетіндігін айтқым келеді. Келесі 8 мечи, бұл бір жағдайға байланысты алдыға шаг жасай алмау. Мүмкіндік жоқ, қозғалу жоқ, бірақ жол табатындарыңыз анық. Тек сабыр сақтау керек. Жаңағы айтып кеткен мәселе бойынша, енді адам өзі сабырсыз ғой, көп жағдайда қандай да болмасын бір қиындық басымызға келсе, сабырсыздық танытып жатамыз да, көбінде артқа шегініп кетеміз. Бұл мәселенің шешімі табылады, тек кішкене сабыр сақтағандарыңыз жөн. Біраз қиналып, жаңағы қол аяқ байлаулы сияқты болуы мүмкін, бірақ та жол бар, бұл мәселе шешіледі.
эмоцияға беріліп, уайымдап, переживать етіп, денсаулықтарыңызға кері әсерін беріп алып жүрмеңіздер. Сабыр сақтау керек. Кез келген мәселе эмоциясыз, ақылға салып шешкенде ғана дұрыс шешілетіндігін ескертеді бұл карта сіздерге. Келесі бізде девятка мечи. Тағы да уайымдау түсіп тұр. Себебі мечи адамның ішкі қорқынышы, уайымы, тыныш ұйықтай алмау, бір нәрсені қатты уайымдау. Бірақ обстоятельства бұндай қорқынышты емес. Бұл сіздің только ішкі состоянияңыз, уайымыңыз, қорқынышыңыз. Бірақ бұл мәселе бұндай сіз ойлағандай үлкен қорқынышты емес. Сондықтан сіздерге айтар кеңесім, тағы да сила старший аркан түсіп тұрғаннан кейін нақты нүктесін қоятын карта. Уайымдап, прям эмоцияға беріліп жүрмеңіздер. Барлық мәселені ақылға салып шешсеңіздер, кез келген мәселе шешіледі. Сондықтан жаңағы карта айтып кеткендей, бұл тек сіздің ішкі сезіміңіз, ішкі уайымыңыз. Бірақ бұл мәселе бұндай сіз ойлағандай қорқынышты емес. Яғни көптен күткен, көптен жасап жатқан мәселелеріңіз шешілетіні айдан анық. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше. Тау ешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам. 20 ақпан мен 26 ақпан аралығында қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік мінекей. Так, бірінші карта пятерка мечи. Кішкене уайым бар екен сіздерде. Қандай да бір істі, қандай да бір жұмысты аяқтау үшін кішкене жауапкершілік те көп болады бұл апта. Кішкене уайымдауларыңыз мүмкін. Пятерка мечи көп ешкімге сенім артпауға кеңес береді. Себебі сатқындық бар бұл жерде. Жаңағы қандай да бір жарысқа, конкурсқа қатыссаңыз, әділ болмауы мүмкін. Ақша үшін, жеңіс үшін, өзінің атағы үшін даже кез келген сәтте істі сатып кетуі мүмкін. Орысша айтқанда, жаңағы ради успеха по головам жүруі де мүмкінші. Сондықтан көп ешкімге сенім артпағаның үшін сенімді деген адамның өзі сатқындық жасауы мүмкін. Алданып қалмау үшін өте абай болуға кеңес береді бұл карта сіздерді. Келесі бізде семерка мечи. Бұл жерде тоже хитрость, обман, алданып қалуға тағы да кеңес беріп тұрды. Сондықтан өте абай болуға кеңес беретін етін сіздерге бір емес екі картада да түсіп тұр. Кішкене хитрая болыңыздар. Алдау, арбауға көнбеңіздер. Бұл жерде жауапкершілікті артып, алдап, сулап, бар мойныңызға жауапкершілікті іліп кетуі мүмкін. Сондықтан сіз көп нәрсеге қол жеткізгілеріңіз келсе, міндетті түрде кішкене ақылды болып, хитрый болуға тырысқандарыңыз жөн. Сонда ғана сіз жеңіске жетесіз, сонда ғана сіз көп нәрсені ұтып алып кете аласыздар. Келесі колесо фортуна, сәттілік сіздің жағыңызда, сондықтан алданбайды деп сенемін сіздерді. Және әрине картаның берген кеңесіне де құлақ асқандарыңыз үшін. Колесо фортуна бұл сәттілік сізбен бірге. Сізді қолдайтын, қорғайтын адамдар жаныңызда бар. Сізге сенетін адамдар жаныңызда бар. Ертеңгі күні басқа адам сіздің еңбегіңізді бағаламай жатса, сіздің еңбегіңізді бағалайтын басқа да адамдар табылады, сізді қолдайтын адамдар табылады. Сондықтан қорықпаңыздар, көп уайымға берілмеңіздер, себебі мечи, уайымдау, жаңағы ішкі қорқыныш,
сәттілік сіздің жаныңызда. Сондықтан бұл апта жаңа бастама бастауға да, бір жұмысты бастап аяқтауға, рисковать етуге өте жақсы уақыт. Яғни карта колесо фортуны старший арканмен аяқталып тұр. Яғни сәттілік сіздің жағыңызда, жеңіспен аяқталады. Сіз ұтасыз, сіз жеңесіз. Рисковать етіп бір нәрсені бастасаңыз, сол нәрсе ойыңыздағыдай шығады. Сондықтан жаңағы қорқудың қажеті жоқ. Тек алға дегім келеді, тек көп ешкімге сенбеңіздер. Ішкі сырларыңызды, жаңа бастайын деп отырған бастамаларыңызды жарияға жар салып айтудың қажеті жоқ. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, каналымды бағалап кетіңіздер. Келесі аптада аман есен жүздескенше. Таразы белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 ақпан мен 26 ақпан аралығына таразыларды қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын көреміз. Карталарыңыз шашылып жатыр. Активная боласыздар. Император түсіп тұр, бірінші карта. Қандай да бір шешімді ойланып қабылдауға тура келеді. Және де біреудің көңіліне қарап қабылдамауға тырысқандарыңыз жөн. Бұл шешімді біреуді ренжітіп алам, бұл шешімді дұрыс шешім екенін біліп тұрып, жаңағы бұл шешімді қабылдасам, ол адам мені ұнатпай қалады, жақсы көрмей қалады деген сізде ой мүлдем болмауы керек. Жақсы көрмесе де алдағы уақытта бұл шешіміңіз үшін сізді сыйлауы мүмкін. Сондықтан ол адамға ауыр тисе де дұрыс деп тапқан шешімді қабылдағандарыңыз жөн. Кейбір таразыларымда жұмыс жағынан өзгерістер болады. Жұмыстан өсу, жұмыс ауыстыру, жұмыс іздеп жүрген жандар болса жұмыс табады. Яғни жұмыс жағынан жаңа өзгерістер, жаңа мүмкіндіктер орын алатын болады. Повешенный түсіп тұр, старший аркан. Қандай да бір істеріңіз, жұмыстарыңыз бұл аптада көлемінде аяқталмайды. Әлі де застой тұр. Яғни бұл әлі де біраз уақытқа созылуы мүмкін. Күткен нәтиже, күткен ақшаларыңыз, мысалы осы аптада біреу ақша берем десе, кредит оформить етейін десеңіздер, бұл аптада болмауы мүмкін. Әлі де біраз уақытқа созылады. Аяқталмай қалуы мүмкін осы аптада істеріңіз, жұмыстарыңыз. Сондықтан асықпаңыздар. Жаңағы өзіңізде, өзгені де асықтырудың қажеті жоқ. Себебі асығыс болған жерде түсінбеушілікте орын алуы мүмкін. Себебі тройка мечей. Тройка мечи бұл өте ауыр карталардың бірі. Денсаулық жағына өте аса аман бергендеріңіз жөн. Өзіңіздің ішкі уайымыңыз, жаңа бір нәрсені уайымдауыңыз мүмкін. Жүрегіңізге қатты алып, бола ма, болмай ма бұл іс деген сияқты. Болады, тек жақын арада емес, біраз уақытқа созылады дегім келеді. Және де екінші жартылары бар жандарға айтарым, артық әңгіме, жаңағы ұрыс керіс кезінде артық әңгіме айтылып кетуі де мүмкін. Сондықтан кішкене абайлап сөйлеуге тырысыңыздар. Екінші жартыңыздың жүрегіне қатты алатындай сөздер айтылуы мүмкін. Жаңағы біраз уақытқа дейін ұмытылмайтындай. Сондықтан каждый сөздеріңізді абайлап сөйлеуге тырысқандарыңыз жөн. Және де жүрегі әлсіз жандар, мысалы таразылар, жүректеріңіз ауыратын болса, сыр беріп жатса, бірден дәрігерге барып қарауға кеңес беремін. Және де басы бос таразыларға жауапсыз махаббат түсіп тұр. Ғашық болған, ұнатқан адамыңыздан өзіңіздікі сияқты сезім, өзіңіздікі сияқты жауап алмауыңыз мүмкін. Сондықтан бұл күткен жауап әлі біраз уақытқа созылуы мүмкін. Яғни жауапсыз махаббат болып қала беруі мүмкін. Не болмаса мүлдем нүктесін қоюларыңыз мүмкін.
отношения жағынан да өте абай болыңыздар. Екінші жартыларыңызбен ұрыс керіс реніш болуы мүмкін, сондықтан каждый сөзге абайлап сөйлегендеріңіз жөн. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, еңбегімді бағалап кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар, келесі аптада аман есен жүздескенше.